Ассалаумағалейкум. Қайран елім, қазағым, қайран жұртым. Дүние үшін дос болсаң, қуғын-құны толғанша. Мансап үшін дос болсаң, билікке қолың барғанша. Есептімен дос болсаң, еселетіп алғанша. Ақылдымен дос болсаң, ақыретке барғанша дейді. Дос туралы бір әңгіме айтып тастайық. Мынау Әлтеке деген ел бар. Әлтеке Сарым дейді, бір туған. Сол Әлтекеде Жидебай деген батырды білесіздер. Абылай ханның заманында батыр. Қарағандыға бара жатқанда сол жаққа қарай бір мазары бар Жидекеңнің, білесіздер. Достан Қожаназар, Қожаназардан Жидебай туады. Дос үлкен әкесі. Достың жалғыз ұлы Қожаназар, Қожаназардан Жидебай туады. Жидебай енді 95-96 жасқа кеп ғұмыр сүрген. Қарамендемен замандас, құрдас. Тобықтыда Қараменде. Сол 90 жасқа келгенде Қарамендені сағынған екен. Баруға шама жоқ. Кәрілік буып отыр. Екі көз көрмейді, көр соқыр. Қараменде де сол жаста, ол да жете алмайды. Екі дос бір-бірін сағынады дейді. Сол кезде Жидекең Қаракеңді сағынғаны соншалықты, ауылда бір есі дұрыс, бас терісі дұрыс бір жігітті шақырып алып, Қарамендеге жұмсайды ғой. Қарамендеге сәлем айт. 5 ауыз бір сөзім бар. 6 ауыз тағы бір сөзім бар. Мүлдірмей жеткізіп бар. 4 нәрседе үміт бар. 1 нәрседен үміт жоқ депті. Мұсылман жаудың қолында қалдым. 5 атаның баласын табамай жүрім. 60 ат шалдырады, 70 торғай шырылдайды, 80 жұмыртқа басы батыр. 90 жұмыртқаның қашан жарылатыны белгісіз депті ғой. Осыны мүлдірмей жеткізіп бар депті. Жаңағы жігіт келсе, Тобықты елінде үлкен бір той болып жатыр дейді. Ұлан асыр, ат шаптырма той. Той біткеннен кейін Жидекең жұмсаған жігіт Қарамендеге келіп сәлем беріп, Жидебайдан келгенін білдіреді ғой. Сонда Қараменде, апырмай Жидекеңнен келгесің дұрыс рас болса, бір сәлем айтқан шығар депті. Жидекең сәлем айтты. 4 нәрседе бір үміт бар. 1 нәрседен үміт жоқ деп айтты. Сонда Қараменде, апырмай жас өсем деп үміттенеді. Жарлыбайым деп үміттенеді. Жалғыз көбейем деп үміттенеді. Ауру жазылам деп үміттенеді. Көктеммен жаз өтіп, жапырағы түскен, ұрты солып, жағы суалған кәріліктен үміт жоқ депті ғой. Қаракең, мұсылман жаудың қолында қалдым дегені, ойпырмой жарықтық-ай депті ғой. Мұсылман жаудың қолында қалдым дегені, жассай бірге сүріскен. Төсекте басы түйіскен. Иісі бір-біріне сіңіскен. Бәйбішесі қайтыс болған екен ғой, жесір болып отыр екен ғой. Шіркін-ай, келін мен балаға қарақ қалған екен ғой. Мұсылман жаудың қолы. Келін мен балаға қарақ қалған екен ғой. Екелі ауызға 4 елі қақпақ қойсын депті ғой. Сонда балаға сиясың депті дейді. Пой. 5 атаның малын табамай жүрмін дегені, ойпырмой, 2 көзден қарып, көр соқыр боп қалған екен ғой. 5 атаның баласы мисауық дейді. Тіс шұқитын зубочистка. Мисуақ дейді. Таспих дейді. Бәкі, орамал, қамшы.
Бұл бесеуі еркекте болу керек. О заманда бұл бесеуі болмаған еркек ер емес. Көзден айырылған екен ғой. Жанына жан қалта, төсіне төс қалта тіксін депті ғой. Ол уақытта қазақта қалта тікпейді екен. Жанына жан қалта, төсіне төс қалта тіксін депті. 60 ат шалдырмайды деген ойпырмай 60-та ағайынды қорғайтындай күші бар екен ғой. 70 торғай шырылдайды дегені торғайдай ақ күші қалған екен ғой, шіркін-ай. 80 жұмыртқа басып атыр дегені төсек тартып жатыр екен ғой. 90 жұмыртқаны қашан жарылатыны белгісіз дегені бір аяғы көрге түсіп, ажалын күтіп жатыр екен ғой, жарықтығым-ай депті ғой қарамен деп. Пах, шіркін-ай десейші. Қандай адамдар болған. Тобықтының басы еді қараменде. Сирек туар дәл өзіңдей дара пенде. Асыл сөздің тен буған мың тоғанақ. Орта жүздің құтедің қара көмбе дейді ғой. Пах, шіркін-ай десейші. 80-де шал боласың селкілдеген, шапанның екі жені желпілдеген. 90-да тұра алмайсың каратандай, көрінер кең дүние алақандай. Белден қуат зеден дәрмен кетіп, қаласың жаңа туған балапандай. 95 ұядағы жұмыртқадай, етарылып мүжілген омыртқадай, дәрменсіз бір орында қыбырлайсың, мысалы-ау илеудегі құмырсқадай. Келгенді-ау, сонау жүзге кім бар, кім жоқ? Шыбынжан, қайда барып тұрақтайсың дейді ғой. Еу, қайран, ғұлама қазағым-ай. Қазақ болайық, мазақ болмайық. Көңілді жүрейік, күліп жүрейік. Күлкі болмайық, бай қуатты болайық, қазағым.